Мерейлі отбасы. Мерейлі отбасы дегенде көпшілігіміздің көз алдымызға қайратты әке, мейірімді ана, жадыраған балалар келеді. Шынында да солай. Отбасының бақыты үшін көп нәрсенің қажеті жоқ. Жанұя мүшелерінің сыйластығы, махаббаты, бір-біріне деген құрметі мен сүйіспеншілігі болса, жетіп жатыр. Отбасы табиғат сыйлаған кереметтердің бірі. Жеке адамның бойындағы ар-ұятын, ақыл-ойын, адамгершілігін, мәдениеттілігін тәрбиелеуде отбасы алғашқы қадам. Отбасы өте қажетті, басқа да еш нәрсемен өзгертуге болмайтын баспалдақ. Отбасында адам бойындағы асыл қасиеттер жарқырай көрініп қалыптасады. Отанға деген ыстық сезім, жақындарына, туған-туысқандарына деген сүйіспеншіліктен басталады. Сол себепті де біз отбасын отанның кішкентай бір бөлшегі ретінде қарастырамыз. Отбасы шағын мемлекет демекші. Өз отбасымда әрине айрандай ұйыған, тату-тәтті, бірлікте өмір сүріп жүрген қарапайым қазақ отбасыларының біріне теңеймін. Әке асқар тау, ана етегіндегі бұлақ, бала жағасындағы құрақ деп тегін айтылмаған болар. Мен Қанапиянова Гүлзат 1985 жылдың 2 маусымында дүниеге келдім. Әкеден үшеуміз, мен тұңғышы. Ата-анам ешкімнен кем қылмай оқытып, жақсы тәрбие бергені үшін оларға үлкен алғыс білдіріп, басым деймін. 2003-2007 жылдар аралығында академик Жолдасбеков атындағы институттың қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімі мамандығын алдым. 2003 жылдан бері өз ауылымда Көлтабан негізгі орта мектебінде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Жолдасым Сарқұлов Ұлан 1983 жылдың қазан айының 9 жұлдызында дүниеге келген. Әкеден 3 ұл. Ұлан ата-енемнің 2 баласы. Сүйікті ісі қазақтың ұлттық ойыны көкпар тарту. Қазіргі таңда бейбіт жеке шаруа қожалығы. 2017 жылдан бері ауыл шаруашылығын дамыту мақсатында қант қызылшасын егумен айналысады. Біз бір ауылданбыз. Мен 2004 жылдың қараша айының 14 жұлдызында Сарқұловтар әулетіне келін болып түстім. Қарты бари қазыналы деп бекер айтылмаған. Ата-енем үлкен кісілер еді. Осы киелі шаңырақтың келіні емес қызындай болдым. Оқуымды жалғастырып оқытқан да атам еді. Атаңа не қылсаң, алдыңа сол келеді демекші, осы әулеттің абыройына кір келтірмей, отын жағып, қазанын қайнатып, немерелерін тәрбиелеп, келіндік борышым мен парызымды адал атқарып келемін. Содан бері 17 жылдай уақыт өтіп жатыр. Қазіргі таңда Алланың қалауымен 6 қызды тәрбиелеп жатырмыз. Көп балалы отбасымыз, күміс алқа егерімін. Балаларым ата-әже тәрбиесін де көріп келеді. Аталары дүние салған, әжелері немерелеріммен бірге. Бар байлығым балаларым. Тұңғышымыз аяулым 2005 жылы дүниеге келді. 2011 жылы ауылымыздың 9 жылдық мектебінің 1 сыныбына қабылданып, 2019 жылы мектепті ерекше куәлікпен бітірді. Қазіргі таңда Талдықорған қаласында Дәнеш Рақышев атындағы мектеп-интернатында 10 сыныптың үздік оқушысы. Қыз баланың сұлулығы иманында, бойына жақсы қасиет жиғанында, анасының атына кір келтірмей, тәрбиемен ортаға сыйғанында. Екінші қызым Арунам 2007 жылы дүниеге келді. Қазір 8 сыныптың үздік оқушысы. Қыз баланың сұлулығы тәрбиесі, таза болса ары мен жан дүниесі, ата-ана ақылын місе тұтса, айдан анық атыңа шаң тимесі. Үшінші қызым Жаңылым 2008 жылы дүниеге келді. Қазір 6 сыныптың үздік оқушысы. Бағымбысың, бақыт сыйлаған, әнімбісің шалқып жырлаған, қайта-қайта қараймын сымбатыңа арайлым. Төртінші қызым Диана 2013 жылы дүниеге келді. Қыз баланың сұлулығы, батылдығы,
анадан текті туған асылдығы, ата-ананың қадірін бағалайтын ерке тотай болмаса масылдығы. Кішкентайларым Жасмин мен Раяна, құлын шағым тіліңнің тәт-тәттісін, айтқанымды санаңа шақтап түсін, ақиқаттың тип-типпей қамалындай жаңа жарған иегіңді әппақтысың. Иә, қыздарымның 4-еуі мектепте білім алуда. Мектепте болатын пән олимпиадаларына, спорттық жарыстарға, қоғамдық жұмыстарға, бәріне жан таласып қатысатыны рас. Барған жарыстардан барлығынан қанжығалары бос келген емес. Ерекше атап айтқым келетіні, қызым аяулым биылғы жылы мен дарынды баламын атты республикалық эссе байқауына қатысып, 1-ші дәрежелі дипломмен марапатталды. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерейтойына орай мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты бағдарламалық мақаласын педагогтері мен білім алушылары арасында кеңінен насихаттау мақсатында өткен «Білімді ұрпақ тәуелсіздігіміздің тірегі» атты республикалық эссе байқауға қатысып, 1-ші дәрежелі дипломмен марапатталды. Жазған эссесі кітап жинаққа шығып, «Ұлы даланың дарыны» атты төс белгіні иеленді. Аллаға сансыз шүкір етемін. Ата-анасы үшін баласының денсаулығы, білімі, тәрбиесі аса маңызды. Бізді марқайтып, үнемі қуантып, шаттандырып, жігерлендіріп отыратын балапандарымның жетістіктері. Баламның табанына кірген тікен менің маңдайыма кірсін. Иә, өмір болған соң бәрі де болады екен. Ащы кезі де, тәтті кезі де. Ащысы басыңа қиын іс түскенде, тәттісі сол қиындықтың артта қалып болмағандай болғаны. Осы орайда нар көтергенді ана да көтереді екен дегім келеді. Сол сынаққа жолдасымның қолдауымен, өзімнің шыдамдылығым мен төзімділігім, өмірге деген құштарлығым, балапандарыма деген еш нәрсемен салыстыруға келмейтін махаббатымның арқасында барлық қиын сәттерді естелік етіп артта қалдырдым. Тағы да шүкір, Алла тағалам ешкімді баламен сынамаса екен деп, ана ретінде дұға тілеймін. Отбасылық саяхат. Баланың көп уақыты отбасымен бірге өтеді. Сондықтан да ата-ана балаға үңіле қарап, үнемі бақылап, қадағалап, көңілдерін көтеріп, олармен санасып, ойларын тыңдап, оларды мадақтап, істеген істерін, яғни еңбектерін бағалап, дұрыс бағыт беріп отыруы абзал. Қашанда реті келгенде балаларымызбен қыдыруды жөн көреміз. Олармен тауға шығып, көлге барып, басқа да демалыс орындарына барып, керемет көңіл күй сыйлаймыз. Артынан өздері алғыстарын білдіріп жататыны тағы бар. Еңбектің наны тәтті. Біз балаларымызды жан-жақты тәрбиелейміз, еңбекке де баулимыз. Оларға кез келген жұмыстан қашпай, еңбек ете біл деп үнемі айтып отырамын. Себебі еңбек ете білген баланың болашақта екі қолы бос болмайтыны анық. Еңбектің наны қашан да тәтті. Ұстаз болу жүректің батырлығы. Ұстаз болу жүректің батырлығы дегендей, бала бойына ата-анадан кейінгі ақыл ой, адамгершілік, әдептілік, ар-ұят, ұлттық сана сезімді сіңіруші адам ол әрине мұғалім. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп Абай атамыз айтқандай, ұстаз еңбегінің қыр-сыры мол, қиын да жауапты шығармашылық еңбек екендігі баршамызға мәлім. Инабатты қыздар ұйымы. Сонымен қатар мектебімізде қыздар ұйымына жетекшілік етемін. Қыз ибасы, қыз әдебі дегенге жеңіл-желпі қарауға мүлдем болмайды. Жарық пен жылу, от пен су жоқ жерде тіршілік жоқ. Ал осылардың көктегі көзі күн, жердегі көзі адамзат. Адамдардың бір-біріне мейірімі мен ұлағатты тәрбиесі тіршілікті сақтайды. Тәрбиесі түзелмей, елдің көсегесі көгермейді. Отбасы түзелмей, болашақ түзелмейді. Бесігінде жақсы тәрбие алған, үлгі-өнеге көрген қыз бала болашақта да сол әдебін сақтамақ. Тәрбие тал бесіктен, салт дәстүр,
Мектепте болатын шараларға өзім де үнемі атсалысып қатысамын. Салт дәстүр, әдеп ғұрыптарымыз халық тұрмыс тіршілігінің өн бойына ғасырлар бойы тамыр тартып, қандық қасиетіне сіңіп, өшпей, жоғалмай, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, бүгінгі заманға жетіп отыр. Қазақ салт дәстүрлерінің отбасына қатысты әдет ғұрыптарға ерекше көңіл бөлген. Бала біздің өміріміздегі кездейсоқтық емес, заңды құбылыс. Оның дүниеге келу себебі адамның адамға қажеттілігінде. Бала өмірге келгенде оның өз орны айқындалады. Әр бала керемет рухани күш иесі. Ол шетсіз шексіздікті танып білуге ұмтылады. Баланың салт дәстүрді толық білуі оның белсенділігін, білімге құштарлығын арттырады. Балаға сеніммен қарау оны қуаттандыра түседі. Себебі бала өмірдің жалғасы, отбасының жемісі, берер гүлі, ерлі-зайыптылардың тіреу діңгегі. Туған жерге туыңды тік. Жолдасым ауыл азаматы ретінде білім ордасына үнемі демеушілік танытып отырады. Мектепке қажетті тақта, музыкалық құралғы, тағы басқа заттарды алуға қолдау көрсетті. Біз біргеміз, жүрек мейірімі. 2020 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданында елді мекендерді су алып, төтенше жағдай орын алғанда біз біргеміз қамқоршылық акциясы бойынша жолдасым Ұлан мен ауыл азаматы Омаров Мұрат игі іске бастамашыл болып, ауыл тұрғындарының қайырымдылық қорын, яғни халық аманатын Мақтаарал ауданының халқына жеткізді. Ой қорытындылай келе, отбасының жемісі тәрбиелі ұл мен қызы деген. Мақтан етер ұрпағымыз көбейсін, ұрпағына мақтаныш болар қазыналы қарттарымыз көп болғай. Қазақтың әр отбасының керегесі кең, шаңырағы берік, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.